Құрметлі телесерджілер, мартның 30-ы Милей телеканалында хаберлер информацион программасы тақдым етле. Студияда мен Алимия Кайбулаева чалшам. Пешімдікі саққа бойле малюмат. Сақ шайырында келечекте бала бақчасының құрылжылық еріне темел қойылды. Бұл іште Русия Федерация Девлет Думаме Бусы Руслан Бальбек иштирак етті. Контрольные и инспектирующие службы, технадзор говорят о высоком качестве выполнения работ. Четелден келген мусафирлер, олар Қырымдаки вазиетні огренмеге девам етелер. Ахмежетте Исмаил Гаспринскийнің адына медалінің эскизлері тақдым етілді. Комиссия азалары муэллифлерден кімні сечті ве насыл қарарға келді. Ахмежетте Жума Жеми құрылжылығының незареті девам ете. Бұл сефер эмиетлі ерні Қырым Жұмхуретінің девлет журавекілері зәрет еттілер ве ішінің кетшатынен мерақландылар. Бұл ветигер малюмат бізім енімізді. Русия президенті Владимир Путин бар арбейлікке чағырылу вақтайымер имзалады. Бұл бар 142 бин ген чағырылажақ. Бұл ресми ұқықы малюмат интернет порталында нешір етілген метінде языла. 2017 сененің апрель 1-ден 15-не қадар Русия Федерациясының 18 яштан 27 яшқа қадар гражданлары арбей қызметке чағырылмақ керек деп айтыла весіқада. Бутун Қырым бойынша федераль мақсади программа черчевесінде 38 мескен иштимай век коммуналь объект құрылмақта. Сақ шайырында Қырым татарлар топлу яшаған Амедхан Султан қасабасында Русия Федерациясының Девлет Думаме Бусы Руслан Бальбек ерлі кеметінен берабер бала бақчаның құрылжылық ерні зерет етті. Бұл ерде кележек несіл ичун капсула көмілді. Бұл объект не вақыт эксплуатацияға тапшырылажақ. Қасабада да насыл объектлер құрылажақ. Жевапларны мұхберміз Султания Истакаева біле. Бала бақчасы құрылған ерде дин векілері бірінжен евбетті дуа оқыдылар. Дин жемиетінің рейісі Сейтасан Асанов білдірді ке. Амедхан Султан қасабасының сәкенлеріне бала бақчасы пек кереклі. Чүнки бұл объектіні олар 30 ел бекледілер. Тез вақытте пара айырып, оны құрылышыны бұнге бүкшейіні мен 40 елді яшаған осам Қырымда бірінші керек көремін. Бұл ақиқатта burada яшаған қалқы үшін ебет тап қайда yol жоқ, ши жоқ, онда немеге детсатларға, мектептерге балаларын озғаралар. Аман шынды burada мектебі де олacak, залы да olacak, спортқа. Bu nasıl güzel şey. Ебет халық оны өз көзімен көреді. Темел, яни фундамент қойылып ішлері девамында капсула комдылер. Капсулада есе кележек несілге тілеклер елемек топ. Бұл ішлерде Девлет Думаме Бусы Руслан Бальбек иштирак етті. Контрольные и инспектирующие службы, технадзор говорят о высоком качестве выполнения работ. Жители поселка Амедхан Султан сумеют с радостью поучаствовать в презентации, в открытии данного детского сада. Мы также обсуждали вопрос строительства модульного спортзала по благотворительной программе под моим патронатом «Спортзал в каждый населенный пункт». После того, как будет оформлено техзадание, мы будем понимать параметры будущего спортзала. Уверен, что также мы сумеем порадовать сакчан еще и соседствующим спортзалом. Бала бақчаға 150 бала қатнажақ. Құрылжылық бюджеті 160 миллион рублені тәртіп ете. Русия президенті огүнде милетлер ара мұнасибетлер бойынша шуранын азасы Искендер Белялов қайдетті ки. Құрылжылық ішлер графиктен огде кете. Шу себептен енді бала бақчасында çalışacak хадимлер араштырыла. Шериф Тимурович уже сделал с нашим КПУ соглашение, сделал именно для подготовки сюда преподавателей в этот детский сад. Я думаю, вот такими именно мероприятиями, вот этим мы покажем, что будущее у нас, у нашего народа, оно будет нормальное. Я думаю, все будет хорошо у нас. Сақ шайыр мемориет башының муавины Шериф Османов хабер етті ки, бала бақчадан ве спорт салонындан ғайры мұнда мектеп құрылажағы планлаштырыла. В будущем планируем и школу, возможно, если попадем в программу в этом районе. И спортивный зал. Сегодня, да, Руслан Исмаилович дал предложение построить здесь спортивный зал. Поэтому сейчас с Андреем Николаевичем переговорим, определим место по строительству этого спортивного зала.
Естественно, это будет радостью для жителей города, поскольку там наши дети, горожане будут заниматься восточными единоборствами, другими видами спорта, и это очень актуально. Объектнан эксплуатацияға теслим этілів мұддеті декабрь айының 31-не планлаштырыла. Султания Ситакаева, Аким Бекиров, Миллет Чон. Керич көпір құрылған ерде яшаған сәкенлер енді яңы евлерге көчелер олар үшін чоқ квартиралы уч қатлы ЭКФ құрылды. Олар Нижний Солнечный қасабасында ерлеші. 80-ден зеде қоранта гузел шарайтлы евлерде яшайжақлар. Шақси шайлеріні көчірілмесі шер меморияты ярдым әте. Бежерілген ішлерінің кейфетлігіні Жұмхурет башы Сергей Аксенов шақсен тешкерді. Дома приличные, вот обошел сам все подъезды и квартиры посмотрел. На самом деле для строительства жилья вот эконом-класса, то есть как бы достаточно прилично. То есть нет типичных для таких строек недоработок, недостатков. Там обычно то обои там сдутые, то плинтус оторван, то еще что-то. Ну так вот вроде на первый взгляд прошел, впечатление хорошее. У людей в принципе настроение нормальное, вот поговорили. Ну, слава богу, мы-то рассчитывали в первую очередь на то, чтобы им понравилось там. Мы-то уже как органы власти там обязаны обеспечить комфорт. И действительно, вот слава богу, местные органы власти оказали содействие в переезде. Ну, в общем, никто не был брошен без поддержки, коллеги. Поручение президента выполнено на сегодняшний день в полном объеме. Алманиядан келген саясатчылар, бизнесменлер ве журналистлер әйеті Қырымның әмиетлі объектлеріні зерет етмеге девам етелер. Олар әмде чешет тедбірлерде иштирак етелер. Әйет азалары ярмададаки вазиетіні угреніп, санкцияларға қаршы чықалар. Бұл вақытта София Шукурова тариф ете. Сабадан әйтінің азалары сүргін олынған халқларға бағышланған абедеге келіп чечеклер қойдылар. Анда Қырым немселері Милли Медени Мұхтариятының рейсі Юрий Гемпель 1944 сененің фаджиалы вақайлар ақында қатырлатты. Бұндан да ғайры оқайдетті ки Қырым Русия еркеніне керген сон Русия Федерациясының президенті Владимир Путин реабилитацияқта әмерні имзалады. Бұл сүргін етілген халқларының ғайрыдан тікленілмесі үшін эссас фактор oldu. Әйет векелері қайдеттілер ки тарихны білмек пек мойым. Әйет векелер бірі Александр Рудинның анасы Қырымдан сүргін етілген еді. Моя мама была именно депортирована из Крыма. Проживание ее район Жанкой. Когда они приехали в Казахстан, первый год очень большое захоронение было. Почти 50% кто туда приехал. Алман әйтінің ребері Осна Брюкшер парламентінің мебусы Андреас Маурер хайдеткеніне көре зиярет программасы пек бұйық вемерақлы олды. Мусафирлерінің айры дихатыны Қырым татар медениеті ве ананелері желп етті. Я всегда везу людей в Бахчисарай, чтобы показать историю крымских татар. Замечательную кухню крымских татар. Мы просто тоже восхищены культурой и гостеприимством крымских татар. Я всегда еду, потому что на Западе аргумент, они не могут, их там пресекают, дискриминируют, они не могут свободно там выражать свое мнение. В общем, такая идет дезинформация, что даже туристов в эти регионы не пускают. Например, и поэтому мой протокол всегда говорит, мы едем с делегацией свободно, без охраны, без всего, и общаемся тоже там со всеми людьми. И я не вижу никакой разницы, если мы в Ялте или в Бахчисарай. Bundan son әйет халқара төгерек масада іштирак етті. Бұл тедбір Қырым Федераль университетінде олып кечті. Анда милетлер ара субъект еліштірілуі эсас йөнеліші оларақ халық дипломатиясы музакире етілді. Уверен, что наши проекты создают положительный имидж Республики Крым, Российской Федерации, дают возможность гражданам Европы узнать реальную обстановку в Крыму и направлены в том числе и на поддержание связи с отечественниками за рубежом. Основная задача – это даже не снятие санкций, наверное, а основная задача – это все-таки наладить мосты дружбы между нашими народами. Филология илимлер намзеті Александр Мащенко хайдетті ки Алман әйтінің зиyaреті Алмания сәкенлеріне Қырымлыларының чечілуіні анламаға ярдым етер. После возвращения домой члены германской делегации читают лекции, рассказывают людям и название этих лекций «Понимать Россию, понимать Крым». Я очень надеюсь и уверен в том, что вот визит германской делегации в Крымский федеральный университет позволит им лучше понять наш выбор, лучше понять, как живем мы здесь, в новом российском Крыму. Алман әйтінің Қырымға келіву нәтижелері бойынша әмді матбуат конференция кечті. Ярымадаға келген мусафирлер білдірділер ки, олар ешбір санкциялардан қорқмайлар. Ich habe keine Angst vor Sanktionen oder irgendwelchen anderen Folgen. Я не боюсь никаких санкций. Прилетели мы сюда через Москву.
В Крыму мне очень понравилось. Люди очень гостеприимные. Мы общались с ними, и видно, что они счастливы. Между различными национальностями нет раздора, и они вместе живут, дружат. Алман әйтінің векелері білдірелер ки бұ сонки зиярет дегіл, чүнки Қырымға келмеге істегенлер аз дегіл. Енді апрель айында дабыр Алман әйті келмесі бекленілі. Сентябрьде есе Қырымға Алманиядан 25 турист келмеге планлаштыра. София Шукурова, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Ахмеджетнің шер журасы Расим Умеровны шер мемуриет башының муавины вазифесіне тайын етлігіні таздықлады. Бұл қарар бүгін шер журасының невбетеги сессиясында қабыл етілді. Умеров милетлер, арамына себетлер ве иштимай саны незарет еткен Нариман Исаевның еріне тайынленді. Расим Умеров Украин деврінде Қырымның аграр саясет ве ашайт назерлігінің ақ ұқуқи ве қабаржылыққа қаршы ішлер бойынша идаре башы олып чалшайды. Қырым Русинен бірлешкен сон о Қырым Жұмхуриетінің кой қожалық назерлігінде ұқуқи бөлікнің елбашчысы оларақ чалшайды. Ахмеджет мемуриетіне тайынленмезден евел о МД Метроград шirketінің мудир муавины вазифесінің бежереді. Бүгін Ахмеджетте Қырым Жұмхуриет Геральдика комиссиясының топлашуы олып кечті. Оның мевзусы Қырымның экі девлет мукафатына, яни жесарет ве мертлік üçün медаль ве Исмаил Гаспринский адына медальның эскизлері таздықламақ олды. Эскизлерінің муэлифлері оз ішлеріні тақдым әттілер. Комиссия азалары исе оларны бақып чықмақ керек әділер. Комиссия азалары мұнақаша девамында насыл қарарға келгенлер ақтан бетекелев қамызда сері етіңіз. Қырымның мукафатларыны тақдим etmek үшін екі муэлифнің намзеті бар. Біріншісі спецзнак. Москва компаниясы оның векеллері топлашуға келіп оламадылар. Екінші муэлиф есе Русияның ресамлар шурасының азасы Сергей Милакумовдыр. Бірінші компанияны Таврида Меркези музейінің қадимы Виктор Надикта тақдим етті. О Гаспринский адына медаль ақында айтқанда эскизлерде насыл элементлеріні құланғаны ақта тариф етті. Исмаил Гаспринский, как выдающийся представитель Қырым татар халқының улу инсаны ве оны бұл медальде тақзим етмек бұйық шерефтір. Біз тымсал оларақ айны алда көстермеге тырыштық. Чүнки ай эмбешікні эмде геміні тымсал ете. Ве Қырым татарларда еркекні тымсал еткен ләлені көстереміз. Чүнки Исмаил Гаспринский яқшы дәрежелерге етті. Ве оз әрекетлерінен озыны дайыма жанлы қалдырды. Сергей Милакулов есе қайдатты ки Исмаил Гаспринский цивилизацион табиат сайыбы олмақнет бірге Вернадский ве Бердяевның адлары или бір сырада тура. О медальның мақсады ақында тариф етті. Это награда. Бұл мүкефатын ғайысы бірлешувдыр. Мұсылман, христиан ве дигер дин векелеріні бірлештірмектір. Ве бұнин алақа тізіп біз тымсаллеріні ұғынлаштырдық. Қырым Жұмхуриет Девлет Шурасының мебусы Ефим Фикста топлашувда болынды. О медальге намзетні сечкен вақыт көз өгіне нелеріні алғанларыны білдірді. Какая-то должна быть медаль. Бұл медаль насыл олмақ керек ве кемге башланacak ки бұл суаллер пейда олғанда еркес шубесіз Исмаил Гаспринскийның намзетіні теклиф еттілер. Чүнки о қадар инсаниетлі адам ки ве о алып барған бұтын ішлері халқларын бірлешмесіне юланылған. Русия Федерациясы Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек айта ки бүгін екі вариант теклиф етілді. Біріншісінде қадими тимсаллерден четлешмеге керек еді. Екіншісінде есе Қырым татар темелене эсаслана. Амма мебусының фикіріне көре медаль умуми олмақ керек. Озынды чоқ тимсаллеріні сығдырып, дигер халқлар да Гаспринскийның нурларындан қызынып олсунлар дей. Таких наград еще нету ни в одном субъекте Российской Федерации. То есть Крым объединил и опередил всех. То есть вот в данном случае мы руководствуемся ежегодным посланием президента, на котором он говорил о взаимном уважении, поддержке традиций, культурных особенностей народов России. И, естественно, говорил о духовных, исторических скрепах, которые бы объединяли бы монолитное российское общество. И, естественно, Исмаил Бей Гаспринский – это именно та ипостась историческая, которая может выступить объединительным символом в рамках всего государства. Яратылу ғайысы Руслан Бальбекніңдір. Бұ яңы мукафат оның или Қырым халқының тек медени ве маневи инкишафында иштирак еткенлерге дегілді, милетлер ара ве дин ара япқан шақси ішлер үшінде мукафатланacaklar. Мұнақаша девамында комиссия азаларының фикірі фарқлы олды. Нетижеде екі медальның эскизлеріні де соңына қадар чалышы бітірмеге йолладылар. Соң ісе Геральдика шурасы қарар чықарacak. Фадиме Сейтмамут, Эдем Исмаилов, Миллет үшін.
Келечекте текленілежек Жума жами Қырым мұсылманлары үшін бұйық әмиет ташый. Бүгін құрыжылық кеткен ерні Қырым Жұмхуриеттевлер Шурасының векілері зерет еттілер. Олар құрыжылық ішлерінің кетшатыны көзеттілер ве құрыжылар насыл проблемаларға раст келгені иле мерақландылар. Тәфсілетлі жабыз Әмлев Хамзда. Жума жами зәрет өтілівнің кетішатында белі олды ке құручылық ратлық күнлерді де тоқтамай. Жума жами Ахмеджит Суф Анбара районында шерінің женюби юксеклігінде құрылам. Лейхаға бинайын Жума жами екі қысымдан ибарет олачақ. Бұл эсас бина ве ички азбар. Эсас бинаның хуббесі 28 метр юксеклікте олачақ. Ички азбарда есе каланада ве шадырван құрылачақ. Жума жамиде 4 минаре олачақ, ер бірінің юксеклігі 50 метр. Жамиде бірден 4000 адам болуна білем. Намаз қылынған залда 1,5 еркек ве 900 қадын сыға білежек. Девлет Шуранын рейс мавины Римзе Ильясов бұл объект Қырым мұсылманлары үшін мұйым олғаныны білдірді. Ве құручылық ишлер графиктен оғде алып барылғаныны қайдетті. Значимость этой стройки в Крыму очень высока, как в социальном плане, так и политическом. Более того, я скажу, что в одном из выступлений президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича на открытии главной мечети в Москве он сказал, что, в общем-то, традиционный ислам является одной из основополагающих направлений государственной политики Российской Федерации. И развитию этого традиционного ислама, ну, имеется в виду всему, да, мы оказываем всяческое содействие. Вот мы сегодня видим патронат Владимира Владимировича. Я спросил, есть ли проблемы со средствами, сказали нет, все нормально. Все зависит только от нас, как будем мы строить. Ну, слава, говорится, Всевышнему, что они работают в графике, и мы все-таки надеемся, что, как я уже сказал, в установленный срок мусульмане получат такой подарок. Меморий корпус текленілігі или бағылы олған ишлер енді екінленді. Меморий бинанын уч хаты құрылды, жами үшін ой хал қазылды. Бұл сене апрелінің 21-інде жаминын эсас бинасы құрылы башлайжағы планлаштырыла. Бұл сан тесәдуфинсе челмеді. Уч ел эвелсі тамам шу күні реабилитация ақта эмир имзаланған еді. Шымды құрылжылық ишлерінде 60 инсан ве 15-тен зияде техника нұсқасы çalışмақта. Қырым мұсылманлары дини идаресінің құрылжылық ве топрақ меселері бөлігінің башы Эрвин Керимов ишлер кетішата қымда тариф етті. На сегодняшний день по зданиям административного корпуса и гостиничного корпуса проведены все бетонные работы, скажем так, монолитные работы. Сейчас уже стоит вопрос о работах по работе кровли. По самому зданию мечети завершаются работы, дренажные работы системы, уже отвода воды. И к середине апреля, надеемся, по графику начнутся уже бетонные работы самой мечети. В принципе, на сегодня таких отставаний, либо там каких-то проблем нет. Все идет по графику, в принципе, даже с небольшим опережением. Как бы в этом плане вопросов ни к подрядчику, ни к, скажем так, проектировщикам вопросов нет, все хорошо. Ахмечиде Жума жаминын ачылуы 2019 сене апрель айына планлаштырыла. Бұл Русия президенты или реабилитация ақта эмир имзалағанның 5 жылығы олачақ. Левиза Сидбилялова, Султан Емиджит, Алишер Алимов, Миллет үшін. Лондра шәрінің юқары махкемесі Украинаның Русия Федерациясына $3 миллиард боржуны ветопланған файыз параларыны төлемеге мечбур етті. Бұл ақта Русия Федерациясы Малия Назирлігінің пресс-релизінде хабер етіле. Лондраның юқары махкемесі тақиқат кетішатында Украина тарафының боржы олмағаны ақында фікірлеріні ред етті. Айра алда шығарылған қарарда махкеме көстереки жауап берген тарафның махкемеде бақылмаға лайық олған делиллері жоқ деп қайдетіле пресс-релизде. Бүгін Қырым Жұмхуриет бойынша ішкі ішлер назирлігінде 2016 сенесі бұл назирлік фаалиетінің нәтижелері ақында матбуат конференция олып кетті. Оларның мәліматларына көре Жұмхуриет территориясында yol нақлия қазалары, наркотик жинайетчілігі ве қайдетілген жинайетчіліктерінің сайысы 14%-ға эксілді. Айрыдыққат Қырымда экстремизмге қаршы чықмақ мәселесінен де айрылды. Вы знаете о том, что был принят запрет, да, Хизбут Тахрир запрещена организация, на сегодняшний день принимаются иеговы, моменты, отслеживаются лица, которые участвовали в боевых действиях в Сирии. Практически, я вам скажу так, как руководитель Министерства внутренних дел, эта работа ведется круглосуточно. Я вам хочу сказать и заверить вас, что в настоящее время вы и в СМИ видите, и в средствах массовой информации, и
на Украине постоянно идет шумиха о том, что притесняются якобы крымские татары, их там права, свободы и все остальное. На самом деле картина совершенно другая, что мы не работаем в частности по национальному признаку в отношении крымских татар, в отношении молдаван и еще кого-то. Работа ведется непосредственно по тем носителям радикальной идеологии, нетрадиционщикам, а также различным сектам, которые признались, либо в будущем будут признаны экстремистскими организациями. Ахмеджетте олимпик чемпион Сергей Мельников мүкафатларына хоккей бойынша Қырым Баари адлы умум Русия ярышы кечті. Анда 5 тақым иштирак етті. Оларның эксі Қырым тақымлары олды. 5 күн девамында олар алтын шайба программа бойынша күрештелер. Кім ғалип чықты ажеба? Бұл уақытта Диляра Шевкетова тариф етежек. Хоккей бойынша умум Русия балалар ярышы мартның 25-інде açıldı. Onun iştirakçıları Rusiyanın çeşit şehirlerinden kelgen 2006 sene doğan балалар oldular. Kırım için bu yanı spor çeşitidir. Buna bakmadan hokkey kısa vakitte 300 insanı birleştirdi. Если не проводить детские турниры, Балалар yarışları geçirilmesi bala hokeyinin inkişafı haqda söz bile yürsetilmez. Bizde takımlar çok değil, olar endi biri-birinin oynamağa bezdiler. Mında ise yanı ve hatta güçlü rakipler var. Bu takım ruhunu kotere ve pek meraklı keçi. Юный Черноморец adlı Axyar hokey takımı sonki dakikalarda Yaroslavl'den kelgen Rossiyani takımını yendi. Oyun semereli ve meraklı oldu. Ballar galibi kazanmak için büyük heveslikle tırıştılar. Bu turnirnin sonki oyunu oldu. Her bir oyuncu öz sevimli işinin uğraşa ve maksadına erişmeye tırışa. Bu işte olarga idmancılar yardım eteler. Местная команда понравилась. Yerli takımını beğendim. Biz ularning 7-5 hesapla oynadık. Balalar yakın zamanda oynamağa başladılar ama acayip bir hokey oyunu gösterdiler. Maşallah. Pioner takımı 3. yerini aldı. Kumuş medalini Yaroslavl'den Rossiyani takımı elde etti. Azamatov adına Ufadan kelgen ballar yarış galipleri oldular. Когда мы играли вчера, Men Tunev'in kapı bekçinin ayakları arasından gol vurdum. Koruyucunun vazifesi hücumcudan kapılarını saklamak ve şaybanı çekip almak. самое яркое. Yaroslavl'den kelgenlerinin oyun parlak bir şekilde geçti. 7-1 gollar ve şayba atuvinen. Ahmedjet Sochi şehrine yollanma kazandı. Olar aprelin 14'ünde yolga çıkacaklar ve altın şaybanı elde etmek için kureshecekler. Dilara Şevketova, Ramazan Alivapov, Millet için. Kırım Cumhuriyet Devlet Şurasının reis muavini Remzi İlyasov Boğurça kasabasının sakinleri ile görüştü. Toplaşuv 42. mektepnin zalında ötkerildi. Remzi İlyasov yerli sakinler ile niyakta konuşkanakta bizim televizyon takımımız bile. Kırım parlamentinin vice-spikeri Remzi İlyasov Boğurça kasabının sakinleri ile görüşüp teşkil etti. Bu toplaşu devamında sakinler onların rahatsızlagan meseleler haqda tarif ettiler. En aktual söylerden biri çöplük çıkarılığı oldu. Bu mesele boyunca yerli sakinler çeşit türlü müesseselerge müracaat etkenler. Bundan gari mikrorayonda bala meydançıkları kerek, dey Gulcan Hanım. Сегодня вопрос чистоты. Bugünkü kunde temizlik suali birinci yerde durmakta. Bundan gari biz için en keskin mesele bu bala meydançıkların yokluğu. Biz faal insanlar bu mesele boyunca birkaç kere müracaat etken edik. Ama afsus ki bunun için boş teritoriya tapılmadı. Remzi İlyasov meselelerini tefsilatlı öğrenmesi için toplaşuvga Ahmedjet şehir memuriyetinin milletler ara münasebetler bölüğünün başını Eskender Mujdabayevni teklif etti. Yerli sakinler öz növbetinde sokaklarda ışık yokluğuna ve yollarının vaziyetine dikkat ayırmağa rica ettiler. Yollar pek yaramay. Biz bu mesele çözelir dep ümit etemiz. İş olmadı esas yolunu tamir etseler yaxşı olur edi. Remzi İlyasov böyle tedbirlerinin mühimligini kaydetti. Olar olgan meselelerini bilgilep, herkes ile beraberlikte onların çözülüv yollarını araştırmağa yardım beri. Eğer insanlar özleri böyle görüşüvlerge katnap problemlerinin seslendirmeseler, meselelerinin sayısı eksilmez dep koştu. Gerçekten de açık laf oldu ve çok problemalarını terin biz anlamaya başladık ve ondan da gayrı problemalarını koymak devletin o günde ve bazı problemlerin özlerimizin kolumuzdan gelgeni onlar anladılar. Ve şimdi biz bugün geliştik. Geliniz bu problemaların üstünde biz çalışayık. Siz de biz onlara teklif ettik. Oturunuz. Sizde var teşkilatınız. Düşününüz nasıl sizin kasabanız
инкишаф этежек, не сіз істейсіз, не көресіз деп. Ремзи Ильясович бір айдан соң Боғырча қасабанын сәкенлері ile кенеде көрішмеге ваде етті. Бұл вақыт бечерілген ишларақта тариф етілежек. Бұндан ғайры мемур білдірді ки, бөле топлашувлар дегер микрорайонларда да тешкілі олынажақ. Гүлнара Каримова, Энвер Аблязиз, Миллет үшін. Илянға кечеміз мартның 31-де Девлет милитлер ара комитетінің мутихасыслары ичкі қасабасында әділеджі консультациясына кечірежеклер. Консультация 30 лет победы 15 соқағында ерлешкен мемуриет бинада олып кечежек. Малюмат үшін телефон қошма еді 978-857-34-68. Шымдылық бұл әпсі малюмат яңы вақиялар ақында дайыма хабердар олыңыз ве саат 20:30-да кележек хаберлер информацион программасыны Нариман Тарсинова иле қачырманыз. Біз иле олыңыз янға қадар сақлықнен қалыңыз.